Көптілділік бүгінгі заманның кезек күттірмес талабы. Күнгелік өңірде бас қосқан Евразиялық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен Қырғызстан, Тәжікстан сынды мемлекеттерден келген педагогтар осылай дейді. Халықаралық ғылыми конференцияда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту мәселелері егжей-тегжейлі талқыланды. Шараны ұйымдастырған өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының өкілдері. Армағайын, бұл білім бұлағы. Хабарымыздан көретіндеріңіз, көп тіл білу уақыт талабы. Білім саласы қызметкерлері бас қосқан алқалы жиынның мақсаты не? Монтессори жүйесі қайдан шыққан? Бізге берер пайдасы қандай? Қазақ тілі мемлекеттік, орыс тілі ресми. Үшінші ағылшын тілін меңгеру де бүгінгі күннің талабына айналып отыр. Әңгімемнің ауаннан байқағандарыңыздай, тілдің үш тұғырлылығын көтеру мақсатында еліміздің педагогтары 2 күн жүріп бір-бірімен тәжірибе алмасты. Топ-топқа бөлініп, арнайы семинар өткізді. Тілменен түйілген, тіспенен шешілмес. Жаһандану дәуірінде ғұмыр кешіп отырған қазіргі жас ұрпақ үшін көп тілді меңгеру аса маңызды міндеттердің бірі. Адам баласының рухани байлығы, тәрбиесі, білімі бәрі де тіл арқылы жетіледі. Яғни сөздік қоры жоғары, ұшқыр ойлы ұрпақ қана келешегімізді баянды етпек. Жақында ғана қабылданған ұлт жоспары нақты 100 қадам. Осы жоспардың өзінде де мынау жоғары кластарда, сосын жоғары оқу орындарында жаратылыстану пәндерін осы ағылшын тіліне бірте-бірте оқыту, кезең-кезеңмен көшу жөнінде мәселе қойылған болатын. Бұл да осы білім саласында көптілікті енгізудің жасалып жатқан мәселе. Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды. Жас өскінге өнегелі тәрбие мен сапалы білім беру бүгінгінің басты мақсаты. Ал талапқа сай ұстаз даярлау ісі жоғары оқу ордаларына жүктеліп отыр. Көп тілді саясатты ұстанған бірегей білім ордасының бірі Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті осы үдеден шыққан. Бізге не керек? Маман ретінде біз соны шешу механизмдері керек. Сол механизмді енгізу керек, соны планға, жоспарға қосу керек. Благодаря вот этим 21 программам, которые проводятся на английском языке, у нас 18 программ совместных с нашими партнерами зарубежными. Көп тілді тұлғаны қалыптастыру көп ұлтты еліміздің бірлігінің нышаны. Өркениет көшінде бәсекеге қабілетті мамандарды даярлаудың алғы шарты. Бүгінгі шараға жергілікті билік өкілдері де бейжай қарамады. Елбасымыз бастап мына үш тілдік әдістемені енгізу білім саласында ертең мына 30 бәсекелес жоғары елдің қатарына кіру үшін өздеріңіз білесіз, негізгі көрсеткіш ол білім саласы. Сол себептен білім саласына өте қатты көңіл бөлінуде. Президентіміздің негізгі мақсаты мектептер білім саласы Европа стандартқа бейімдеу үшін бізде әрине Европа стандартының қандай, оның құрылымы қандай, қаншалықты біздің стандартқа оның сәйкестігі бар ма, жоқ па. Ол мысалы біздің оқулықтарымызбен қалай сәйкестендіруге болады. Әрине бізде осындай білім жетілдіру курстан өттік. Енді билингвалдық жүйе нақты болмаса да, соның ішінде үш тілдік аясында бізде жаңа 10-15 мұғалімдеріміз осы бағытта курсқа өтіп келген еді. Бүгінде білім саласын қарқынды дамытпаққа үкімет тарапынан қыруар қаржы бөлінуде. Еселі еңбектің өтеуі болар, жас ұрпақты білім нәрімен сусындатқан ұстаздар қауымы жыл сайын өз білімдерін толықтырып отырады. Тіпті шетелдік әріптестермен де тығыз байланыс орнатқан. Қазір Қырғызстан бойынша бір 50-ге жақын мектепті көп тілді білім беруіне пилоттық ишке ашыруыны пландап, азыр біздің педагогтар, ошол мектептердің педагогтору бир нече тилди жана предметти интеграциялап окутуу боюнча курстардан, семинар тренингтерден өтүп атышат. Жиында билингвалды білім беру әдістемесін жетілдірудің өзекті мәселелері талқыланды. Жаңашылдық идеяларды ортаға салған шара педагогтарға әдістемелік көмек берді. Озық ойлық ұрпақ тәрбиелеуді мақсат тұтқан халықаралық жиын 2 күнге созылды. Жалпы билингвалды оқыту жүйесі дегеніміз не? Мұның тиімділігі қандай? Оқытушылардың сабақ беру тәсілінде тағы нендей жаңашылдықтар бар? Аталмыш сауалдарға жауапты іздеп көрген болатынбыз. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының акционерлік қоғам филиалы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының директоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Лаура Тұрлыбек қызымен өткен сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз.
саламатсыз ба? Жалпы біліктілікті арттыру үшін құрылған орталықтың мақсатын, қазіргі жұмысымен таныстыра кетсеңіз. 2012 жылдан бастап үкіметтің қаулысына сәйкес 237 бұйрықпен осы акционерлік қоғамы Өрлеу ұлттық орталығы ашылған. Негізінде бір республикалық, 2 қалалық, 14 облыста осы институт жұмыс жасап отыр. Бұл ашылған мақсаты бұл жаңа форматта оқыту. Енді біз Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша осы филиалы болып саналамыз. Біздің институтымызда 234 қызметкер жұмыс жасайды. Оның 98-і мұғалімдер, 23-і ғылыми атағы бар мұғалімдер, 24-і магистратураны бітіргендер. Осы кезге дейін қанша ұстаз өз біліктілігін арттырды? 2012 жылдан бастап біз 34 мыңға жуық осы өзіміздің облысымыздың және қаламыздың мұғалімдерінің біліктілігін арттырдық. Бұл 2 апталық бойынша. 3 айлық бойынша 44 мың оқытылды. Оның тек қана 49-ы ғана емтиханнан өте алмады. Сонда пайызға салған кезде даже 1%. 2015 жылдан бастап біздің Астана қаласында Назарбаев зияткерлік мектебімен және педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж университетінің білім беру факультетімен бірлесіп әзірленген Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту үшін 33 оқушымыз барып оқып келді Астана қаласында. Олар жаңдегі орыс, қазақ, ағылшын тілінде беретін пән мұғалімдерін біліктілігін арттыру үшін. Пилоттық жобамен жасалынып жатқан жұмыстар бар ма? Қандай олар? Енді биыл 2016 жылдан 1 қаңтардан бастап 30 пилоттық мектеп аталды ғой. Біздің облысымыз бойынша ол пилоттық мектепке 2 мектеп жатады. Ол Түркістанда 15-ші, Жұмабаев атындағы 15-ші мектеп және Созақ ауданындағы Созақ мектебі. Енді біздің оқытушылардың оқып келген мақсаты Назарбаев зияткерлік мектебінің тәжірибесін жалпы білім беру мекемелеріне тарату мақсатында оқытып келді. Енді Құда қаласа, осы биылдан бастап осы бағдарлама бойынша осы облысымызда мұғалімдерін осы жаңа бағдарлама бойынша оқытамыз. Енді осыған сай, жақында осы 29-шы қыркүйекте біз республикалық ғылыми практикалық конференция өткіздік. Бұған Европалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымынан келіп қатысты, Қырғызстан елінен және Таджикстан. Енді бізде қазір мақсатына 3 тілдікке өту болып тұр ғой. Біз бұл кісілерді Сайрам ауданындағы мектептерге алып барып, жаңағыдегі іс тәжірибесімізбен бөлістік. Бұл билингвалды оқыту. Бұл жерде біз басында 2 тілден бастадық. Біз өзіміз биология пәніне қатыстық. Ол жерде әр пәннен өзі таңдау болды. Химия пәні, физика пәні, география пәні. Біз өзіміз биология пәніне қатыстық. Ол жерде мұғалім сабақты өзбек тілінде өтті, бірақ мұғалім оқушылардан қазақ тілінде сұрады. Жаңа айтып қалдыңыз, жаңа бағдарламалармен жұмыс жүргізіп жатыр деп. Осы тәсілдердің ішіндегі билингвалды оқыту жүйесіне де тоқталып өтсеңіз, бұл қандай жүйе, бізде қазір бұны қалай оқытып жатыр? 2004 жылдан бастап билингвалды оқыту енгізілген. Бұл негізгі мақсаты бірінші мынау өзбек мектептерінде ұбт-ны қазақша тапсыру үшін, енді бізде өзбек тілінде жоқ қой. Сондықтан осы билингвалды оқыту жүйесі енгізілген. Бірінші біз сол билингвалдық мектептерден бастадық. Екінші күні Назарбаев зияткерлік мектебіне алып бардық. Ол жерде сол қазір 3 тілдің моделін сол шетелден келген
қонақтарымызға көрсету үшін. Назарбаев зияткерлік мектебіне және үш тілді қамтитын 8-ші Дарын гимназиясына да алып бардық. Алда атқаратын жаңа қандай бағдарламалар бар, тағы да қосымша жоспарларыңызды айтып өтсеңіз. Материалдық базаларымызды қазір сіздерге көрсетеміз. Бізде кабинет, өзін-өзі тану кабинеті бар, Монтессори кабинеті бар, физика кабинеттері бар, химия кабинеті бар, биология кабинеті бар, және өзіміздің институтымыздың баспаханасы да бар. Соңғы сауалым болсын, жалпы осы ұстаз мәртебесін қайтсек көтере аламыз. Қазіргі таңда мұғалімдердің мерейі бізде үстем бе? Мен ойлаймын, қазір мұғалімдердің мәртебесін көтеріп жатыр. Енді айтып жатыр ғой, ендігі жылдан бастап тағы да 20%-дан 40%-ға дейін жалақыларын көбейтеміз деп жатыр. Бұның өзі де үкіметтің мұғалімге деген ерекше назар аударып отыр мұғалімдерге. Тамаша сұхбаттан соң ұстаздардың біліктілігін арттыру орталығындағы жай-күймен етене жақын танысып шықтық. Өзін-өзі тану кабинеті. Әрбір оқушыға өзін-өзі жақсы білу үшін, қоғамдағы атқарар рөлін, өз кәсібін табу үшін тағы да басқа тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға сеп болатын ұстаздар отыр осында. Облыстың түкпір-түкпірінен келген олар мектептегі пәнді жеңілдетіп, әрі түсінікті етіп оқытудың тәсілдерін тыңдап шыңдалу үстінде. Ал енді жалпы мына жерде қыздар 5 құндылыққа байланысты адам тұлғасының 5 қатары сіздерге көрсетілді. Ол жерде ең төменгі деңгей сіздердің тәндік деңгейіңіз. Ұстаздар біліктілігін арттыру курсына қатыспас бұрын арнайы тестілеуден өтеді. Яғни оқытушылар бұл жерге келген кездегі сауаттылық дәрежесі мен 3 ай оқып үйренгеннен кейінгі нәтижесі сарапталады. Және бұл ұстаздар арнайы әдістемелік оқулықтармен қамтылады. Заманауи бұл құрылғы деңгейлік курстарды оқытатын материалдарды басып шығарады. Сонымен қатар өрлеу Шымкент журналы да осы баспа машинасынан дайын боп, қажетті қолдарға таратылады. Өрлеуден хабар беретін журнал 2 айда 1 рет жарыққа шығып тұрады. Ал мына жерден 25 мыңнан астам кітап қорын кездестіресіз. Оның 50% педагогикалық, ал қалғандары өзге де жанрлардағы оқулықтар. Сонымен қоса 30-дан астам электронды басылым, инновациялық оқыту әдістемелігі, 3 тілде оқытатын арнайы құралдар бар. Атаулы басылымның 155 түріне былтыр жазылса, биылға бұл сан 15-ке кем. Кітапхана 5 мыңнан астам оқырманға қызмет көрсетеді. Оның 90%-ы курс тыңдаушылары. Қазіргі кезде Монтессори әдісін қолдануда педагогтар арасында екі жақты пікір қалыптасып отыр. Бірі дұрыс десе, екіншісі бізге қажеті жоқ деген қарсылықтарын білдіреді. Әрине, біз бұл саланың майын ішіп, жілігін шаққан маман емеспіз. Әйтсе де біле жүрміз, Монтессори педагогикасы 20 ғасырдың бірінші жартысында итальяндық педагог, ғалым әрі ойшыл Мария Монтессори тарапынан ұсынылған тәрбиелеу жүйесі. Бұл әдіс әрбір тәрбиеленушіге деген даралы тәсілдемеге негізделген. Бұған сәйкес, балдырғандар мен бүлдіршіндер дидактикалық материалдар мен еңбек ұзақтығын барынша пайдалана алады. Өзіндік жұмыстар істейтін тактикаға негізделген. Біріншіден бұл дидактикалық көрнекі құралдардан тұрады. Екінші бұлардың балалардың жас ерекшелігінде. Бұл жерде жас ерекшелігіндегі 2 жастың баланың қасында 4 жасар, 5 жасар балалар да бола береді. Өйткені бұлар балалардың арасында бірін-біріне үлкенге кішіге деген құрмет ізеттілікті үйренеді. Содан кейін бұл Мария Монтессоридің біздің дәстүрлі педагогиканың өте керемет ерекшелігі, бұл арнайы ұйымдастырылған сабақ болмайды. Яғни сабақтың ұзақтығы шексіз. Балалар өздері таңдаған дамыту аймақтарына қанша уақытқа дейін жұмыс жасаймын десе де жұмыс жасай береді. Өйткені балаларға бұл еркіндік беріледі таңдауға. Бұл Мария Монтессоридің жүйесі балалар үшін әлемнің кілті болып табылады. Өйткені балалар бұл жерде өзінің бойындағы жеке дара қабілетін дамытуға өте ықпалын тигізеді. Сонымен бірге олардың ойлау қабілеті дамиды. Сонымен бірге балалар әрқайсы жұмыс жасаған кезде саусақ моторикасын дамыту арқылы өздеріне жаңа қызмет етуді, өздеріне әрекет етуді. Мына ұсақ моторика адамның ең жүйке жүйесінің аяғы дейді ғой. Осы
жүйке жүйесі арқылы ойлану арқылы балада көптеген ой туындайды, сөз қабілеті, сөйлеу дағдысы, тіл байлығы дамиды. Бұл мен үшін Мария Монтессори керемет жүйе. Мен өзімді алғашқы кезде түсінбегендіктен ол керек емес деп ойлап, кейін бірнеше оқулықтар оқығаннан кейін Мария Монтессори жүйесін өзімді үйде немерелермен қолданамын. Керемет дүние екен. Өйткені баланың өзіндік бір ішіндегі табиғи қабілетін дамытуға өте септігін тигізеді. Қазіргі кезде мына балабақшадан келген әрбір тәрбиеші курс кезінде танысып біліп отырып, ол кісілер де мойындап жатыр. Осындай дүние бізге де қажет екен деп. Бірақ дегенмен қазіргі таңда әрбір тәрбиеші бұлда курсқа келген кезде Мария Монтессоридің бір элементін оқыту іс-әрекетінде байлансақ болады деген ой туындап, ол жерден практика жаттығулар жасап, үйреніп, өздерінің кәсіби біліктіліктерін жетілдіріп кетіп жатыр. Ресейден әкелінген бұл жабдықтар Монтессори жүйесін дамытуға арналған. Өнім өте қымбат. Десек те облыстың осы тәсілге қызыққан тәрбиешілерін шыңдау үшін жабдықталған бөлмеде өз шығынын ақтады деуге болады. Себебі бірінші кезек тәсілдің теориясын ұғынып тәжірибеге енгізу. Бұл сенсорлық аймақ деп аталады. Мынау алдарыңызда тұрған блок цилиндрі, астында тұрған мұнара. Бұл сенсорлық аймақта қоршаған заттар туралы, заттардың көлемі, пішімі, олардың түрі, түсте туралы сипаттама алады. Бұл сенсорлық аймақта балалар жаңағы көптеген жаңағы мына жұптарын тауып, ойын ойнайды, құрастырады. Сонымен бірге мынау блок цилиндрлердің жаңа көлем пішімдеріне қарай орындарынан табу арқылы заттардың көлемі пішімі туралы алғашқы білімдерін яғни меңгересіздер. Зәуре Қуанышбаеваның айтуынша, бұл әдіспен кез келген баланы тәрбиелеуге болады. Мүмкіндігі бар жоғына қарамастан, бүлдіршіндердің барлығы еркіндікті сүйеді. Күнделікті күйбең тіршілікке қажетті, тірлікке араласуды осы арқылы да үйретуге мүмкіндік кең. Мына фермамыз үй жануарлары, яғни қоршаған орта табиғат туралы, адам анатомиясы, астрономия туралы, жер қыртыстары, география туралы білімдерді толығымен меңгеріп, былайша айтқанда ғарыштық әлем туралы керемет білімді меңгереді бұл жерде. Бұл жерде Мария Монтессори бұл дамыту аймағына кірген балалар өзі таңлайды әр жүйені, қайда кірсем де. Топта 10-15 балаға дейін болады. Әр балаға сіз мына дамыту аймағына барып жұмыс жасаңыз деген ешқандай тапсырма берілмейді. Бала өзі таңдап, әр аймақта өзі жұмыс жасайды, еркіндік. 3 жастан бастап 9 жасқа дейінгі балалардың логикасын дамытуда да бұл жүйенің септігі мол. Қыз балалар үшін шаш өру. Белгілі бір бауларды арқылы шаш өруді меңгереді. Түйме қадау. Мынау біздің инеміз, мына ағашта, бұның барлығы табиғи заттан жасалған, балалар жасады, ешқандай зияны жоқ, сіздерге айтайын. Сонымен бірге мына ересектер тобында бізде жаңағы күнделікті картошка тазалау, жаңа сәбіз тазалаумен де жұмыс жасайды. Мына бокалдарды жуу. Бокалдарды жуған кезде жаңағы белгілі бір сабын, арнайы дайындалған сабындармен ыдысты қалай жуу керек, ішінен жуу керек па, сыртынан жуу керек па, қалай төңкеру керек, қалай шаю керек. Бұның бәрін шынайы өмір аймақта балалар толық жұмыс жасап үйренеді. Монтессори әдісінің сыры қарапайым ғана. Бұл заттарды өзіңізде үйдегі жағдайда жасатып алып, жүзеге асыруларыңызға болады. Балаңыздың ой дамуын, қарым қабілетін дамытатын құрал сайман үшін Ресейге барып шаршамайсыз. Әсіресе ағаш ұстасына балалар ойыншығын жасау еш қиындық туғызбасы анық. Қазір таңда Мария Монтессоридің заттарын шығатын бізде Россияда 2 қала бар, Омск, Санкт-Петербург. Дегенмен ол жақтан келген заттардың бар өте қымбат, бізге қалтамызға не болып отыр ғой. Соған байланысты біз әрбір тәрбиешіге қолдан жасауға үйретіп отырмыз. Соның бірі ретінде үйдегі маталарымыз, жаңа баланың сенсорлық аймақ бойынша сезімші маталарды ұстау, жұмсақ, қалың, қатты, түр түсін ажыратуға пайдаланамын. Содан кейін балалардың ойнап жүрген киндер сюрпризін айтып жатырмын. Киндер сюрпризінің ішіне жаңа түрлі түсті дәнді дақылдар салып қойып, балалардың дәнді дақылдардың атауын атау, түр түсін атау. Сосын әрбір дәнді дақылдардан жаңағы былай қозғасаңыз дыбыстар шығады. Дыбыстарды ажыратуға пайдаланып жатыр. Жалпы былтырдан бері мұнда келіп біліктілігін көтеретін педагогтар жаңаша білім беру жүйесіндегі 8 әдістемені үйренген. Оңтүстік Қазақстан облысының білім департаментінің және өрлеу біліктілікті арттыру орталығының мамандарына мен көп рахмет айтамын, біздің біліктілігімізді арттыруға көмек беріп жатқаны үшін.
әлі де үйренетініміз алда. Сол себептен де осы аптаның аяғына дейін келесі апта толық біз жаңа әдіс тәсілдердің түрлерін үйреніп шығамыз деп ойлаймын. Біз көрсеткен дүниелерден қандай да ақпарат ала алды деген ойдамын, құрметті көрермен. Ана тіліңді сүйіп қастерлеу өз алдына жеке қасиетті. Өзге тілдерді біліп, өзгелердің мәдениетін, әдебін, әдебиеті мен өнерін білу өз алдына тағы да жеке қасиет. Жақсыны байқап үйренген артықтық етпес анық. Себебі болашақ тек білімді ұрпақтың қолында. Білім мен сусындандыру ұстаздардың еңбегі болса, соған лайық тәлім мен тәрбие беруге барынша атсалысу ең бірінші кезекте ата-ананың борышы. Біздің бүгінге айтпағымыз осы. Келесі эфирде кездескенше есен сау тұрыңыздар.